және ғылым екеуі егіз ұғым. Ешқандай бөліп жарар жоқ. Себебі пайғамбарымызға, оған Аллахтың игілігін сәлем болсын, ең алғашқы түскен аяттың бірі оқы деген аят түсті. Және де Алла Тағала Құранда Алладан шынайы қорқатындар тек қана ғұламалар деп айтқан. Жасыратын жоқ, қазіргі уақытта бұрынғы ғылыми жұмыста істеген, қазіргі уақытта ғылым докторлары, бұрынғы кеңес заманынан қалған ғылым кандидаттар деген қазір барлығы да жасы келіп, олар бүгінгі таңда ол жүйеден шықты. Оның есесіне жаңадан жас ғалымдар әлі қалыптасып жеткен жоқ. Вакуум пайда болды. Міне осы себептен осы мәселені терең ары қарай жеткізу үшін біздер мына ғылым апталығының ішінде осы мәселелерді көтеріп, осыған үлкен қандай жоспарларымыз бар, осының бәрі талқылануға тиіс, оның бәрі шешілуге тиіс. Яғни біздің ғылым міндетті түрде өндіріспен тығыз байланысты болмайды. Бүкіл ғылымның түрлері барлық адамға бірдей парыз емес. Кім қай ғылымды таңдады және кім қай саланы таңдады, сол өзі таңдаған саланың ғылымын үйрену оған парыз болып саналады. Ең бірінші кезекте бір адам мектепте мұғалім болса, оған педагогика, психология секілді ғылымдар оған үйрену парыз болады. Біреу дәрігерлікті таңдаған болса, оған медицина, биология, химия деген секілді ілімдерді меңгеру оған парыз болады. Исламда білім алу тек қана діни емес, математика, ғылым, медицина, астрономия бәрі де құпталады. Орта ғасырларда мұсылман ғылымдары әлем ғылымына үлкен үлес қосты. Соның ішінде Ибн Сина, медицина, Аль-Хорезми алгебра, Аль-Бируни астрономия. Ғылым табиғатты тану, ал дін жаратушыны тану. Екеуі қайшы емес, бір-бірін толықтырады. Білімге ұмтылу рухани да, ақыл ой тұрғысынан да өсудің жолы.